Жол жөнекей әлде бір фармацевтік қоймадан дәрі-дәрмек алмақ болып, айналып қалған Баяхмет тізгін ұшымен вокзалға жеткенде Алматы-Семей пойызының жүруіне санаулы ғана минуттар қалып еді. Алаң толы құжынаған халық, кешіккен жолаушылар вагонға кіруге жанталасса, енді біреулер жүргіншілерге жеміс жидегін, шөлмектегі сусындарын, тіске басар тамақтарын тықпалап әуре. Айнала, айғай-шу, бірін-бірі іздеген дауыстар. Баяхмет 7-ші вагонды зорға тауып, билетте көрсетілген 15-ші орынға жайғасты да, өзін аттандыра келген баласы Саятпен асығыс қоштаса бастады. Ал балам, енді бөгелме. Пойыз қозғалып кетсе, үлгермей қалып жүрерсің, деді түртілғасы өзінен айнымайтын сұңғақ бойлы аққұба бозбаланы құшағына тартып. Үлгермесем, бірінші Алматыдан түспейін бе? Деді жас жігіт, әкесі қасында әлде қала тұрсыншы деп келіп. Қой, артық жүрістің керегіне. Айтар тілегім, пәле-жаладан аулақ жүр. Көрдің ғой, бұл заманда адамға сенудің өзі қиын екенін. Санатбекпен келінге сәлем айт. Маған ені алаң болма көке. Маңдайымызға тиді ғой. Енді ешкімге жем бола қоймаспыз. Саят кінәлі адамдай қипақтап, көзін төмен түсірді. Сөйт балам, қызметіңе мұқият бол. Саят Баяхметтің кенжесі, көңілі құрғыр, қоңқылдап-ақ тұрса да, зейіл әке сыр алдырмай, баласын есік көзіне дейін ұзатып салды. Айтқандай-ақ, көп күттірмей пойызда орнынан қозғалып кетті. Бейне көшенің бір қатпалы жылжып бара жатқандай. Жылжыған бұлар емес, қасындағы ғимараттар. Құжынаған халық сейілді. Әр тұстан қош-қош айтып, қол сермеген жұрт. Саят та кете қоймаған екен. Терезеге төне төнген әкесіне бірдеңелерді айтып, жанаса жүріп келеді. Баяхмет есік терезесі жарқыраған тәуір вагонға тап келіпті. Тек бір таңғалғаны, купеде өзінен басқа адам жоқ. Жүргіншілер қайшыласып жатқан мынадай жаз мезгілінде орынның бос болуы мүмкін бе? Кеше Санатбек бар беделін салып жүріп, бір билетті бронмен әрең алған. Әлде мұның серіктері бірінші Алматыда күтіп тұрмекен. Жолаушылар пойызы екі вокзалдың арасында тым ағылып кеткендей. Баяу жылжып келеді. Жол бойы қалың орман, бетон қабырғалы қойма складтар. Ара-тұра тал теректер арасынан ақшаңдаған үйлер қылаң береді. Құдан ауа, бәрі көңілге байланысты екен ғой. Осыдан 15 күн бұрын осы жолмен қалаға кіргенде мына көріністер сұрқы қашқан, қиқы-жиқы, тым жүдеу күйде шалынып еді. Енді қараса соның бәрі өңденіп, құлпырып кетіпті. Онда Баяхметтің көңілі күптеді. Биыл оқу бітірген кенжесі Саят істі болып жатыр дегенді естіп, жанын қоярға жер таппай келе жатқан. Енді міне пәле-жала артта қалып, шошыған жүрек орнына түсті. Саятты ағарып, бостандыққа шықты. Құдайдың мұнысына да мың тәуба. Пойыз бірінші вокзалға келіп тоқтаған. Осында 15 минут аялдайды. Баяхмет перронға шығып темекі тұтатты. Манағы көргені ештеңе емес. Жолаушылардың нағыз нөпірі осында екен. Көпшілігі сауда-саттық жасайтын әйелдер. Олардың жүктерін тасып, мал тауып жүрген жүкшілер. Жұмыссыз қалған жігіттерге бұл да бір нәпақа болса керек. Ауыр теңдермен теңкейген алабажақ қаптарды иықтарына салған жүкшілер бірінен бірі озып, жанталасып жүр. Анадай ауыр жүкпен ішке кіруде оңай болмас. Негізінен саудагерлерге арналған артқы вагондардың маңы айғай-шу, опыр-топыр. Баяхмет темекісін тартып болып, ішке кіргені сол еді. Алабажақ қап көтерген жүкшілердің бір-екеуі мұның купесіне келіп жетті ау. Әлгілер иықтарына артқан зіл-мауыр жүкті үстіңгі перронға шығара салып, іле-шала сондай қаптың тағдай екі-үшеуін көтеріп келді. Аузы үзбелі, түйенің беліндей 4-5 қап үстіңгі екі сөреге зорға сиды. Баяхмет, бұл сұра жүктейтін купе болды ғой, деп таңғалып отырған. Дәл осы кезде қолында зілдей сумкасы бар әйел кірді ішке. Жасы 40-қа іліне қоймаған, орта бойлы, қолаң шашын дөңгелете қиған аққұба келіншек.
Өзі мына пойызға көп машақатпен зорға жетсе керек. Ақша жүзі албырап, танауы қағып, алқынып тұр. Жүгесі осы әйел сияқты. Самайларын 6 айрық тер аққан жүкшілер бірдеме дәметкендей соның бетіне жалтақтап қарай берді. Олардың не күтіп тұрғанын әйел де түсінді білем. Топ-толық омырауының қобылып біткен тұсына 2 саусағын жүгіртті де жігіттерге 100 теңгеден ақша ұстатты. «Мынауыңыз аз ғой, апай», деді жүкшілердің бірі өкпелеген балаша бұртиып. Өздері бұрыннан таныс па қалай? Әйел өзімсінген үнмен: «Жүгірмектер-ай, сендерде де қанағат болсашы, мә, бөліп алыңдар», деп тағы да 100 теңге қосты. «Рахмет, апай, енді қашан келесіз?» «Айдың аяғына таман күтіңдер». Жігіттер қоштасып шығып кеткен. Бос орынға деп тізе бүккен әйел қарсы бетте отырған Баяхметті енді ғана байқады. «Көтек, іште тағы да бір кісі бар екен ғой», деді сасып қалып. «Кешіріңіз, қарбаласта байқамай қалыппын. Қасымдағы екінші адам кім болар екен деп қобалжып келіп едім. Жақсы болды ғой». «Несі жақсы?» деді Баяхмет салқын жымиып. «Сізге серік болғанымды айтам да, былай сенімді кісі көрінесіз». «Сенімді екенімді қайдан білдіңіз?» «Қойыңыз шаға, кісіні қорқытпай. Оқыған, инабатты адам екеніңіз түріңізден көрініп тұр ғой». Келіншек соны айтып сықылықтап күлді. Күлгенде қарақат көздерінен ұшқын шашып, екі бетінің ұшы шұқырайып, тіпті сүйкімді болып кетеді екен. Көп күлетіні де содан болса керек. «Танысып қоялық, менің атым Биғаным», деп қолын ұсынды. Алақаны ұлпадай, саусақтары нәзік екен. «Менің ныспым Баяхмет». «Қайда бара жатырсыз, аға?» «Семейге». «Онда үй жолдас екенбіз. Мен сізден 2 сағат бері шардан түсемін. Қаланың өзінде тұрасыз ба?» «Қаланың қасы Жаңа Семей ауданында», деді Баяхмет. «Осында жүкті қалай алып келесің, қарындасым-ау?» «Қайтеміз, күн көрістің қамы ғой. Саудадан басқа кәсіпті қазір ел біледі ме? Өстіп базардан базарға шапқылап жүргеніміз. Ініміздің жаны тыныш екен, сізді жүгіртіп қойып жатқаны қалай?» Бір сәт әйелдің жүзі нарау тартып, бір мұңлы көлеңке жүгіріп өтті. «Сол ініңіз болмай тұр ғой, аға. Ол түрі болса, мұндай күйге түсермедім. Күйеуімді осыдан 3 жыл бұрын біреулер пышақ салып өлтіріп кетіпті». «Кешір, айналайын». Баяхмет аңғайсызданып қалды. Білмеген уыш еді. «Сіз сияқты сұлу келіншек сыңар болмас деген ғой менікі». Бұл кезде пойыз орнынан қозғалып та кеткен. Бір мезетте билеттерді тексеруге жол серігі жігіт кірді. Бәрі заңды. Биғаным басқа көпшілік қолды вагоннан орын таппаған соң, купедегі вагоннан 3 орынды бірақ сатып алыпты. Қазір уақыт дегенің ақша. Мұнда босқа қамалғанша, бір күнде болса ертерек жетіп алған жақсы. Көршісі өз жайын осылай түсіндірді де: «Бауырым, бүгін мен әбден шаршап өлейін деп келдім. Бізге тезірек төсеніш әкеліп берші», деді жол серік жігітке. Көрші әйел